Түркістан облысы бойынша көліктегі бақылау инспекциясы 2019 жылы атқарылған жұмыстары туралы жыл қорытындысын жасады. Оған тиісті мекемелер мен автовокзал, автобекет жетекшілері қатысты. Басқосуда инспекцияның бір жылда атқарылған жұмыстары қорытындыланып, жеке автокөлікпен тасымалдау мекемелері кәсіпкерлерінің шарасын ұйымдастыру, атқарылған мемлекеттік қызмет түрлері талданды. Бүгінгі жиынның негізгі мақсаты бұл 2019 жылғы инспекция, Түркістан облысы бойынша көлік бақылау инспекциясының атқарған жұмысының нәтижелері, Түркістан облысы бойынша жолаушылар тасымалдау мәселелері және өткен мерзімде, өткен жылғы көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы. Енді 2019 жылдың қорытындысы бойынша 2345 әкімшілік іс қозғалды. Алым жоспары 196-да 5 миллион теңге толығымен орындалды. Сонымен қатар 42 миллион 197 мың теңге айыппұл салынды. Өзектің мәселеге айналып отырған ең бірінші ол республикалық, облыстық және жалпы пайдаланудағы жолдардың бұзылуы, соларды күтіп ұстау. Инспекцияның негізгі міндеті жалпы салынған дәліздер және жалпы пайдаланудағы жолдардың пайдалануын және күтіп ұстауына үлкен зор көңіл бөлу. Сол мақсатта біз тұрақты түрде рейдтік шаралар жүргіземіз. Облыстық әкімдікпен, жергілікті полиция қызметімен бірлесе рейдтік шаралар жүргізіп отырамыз. Екінші мәселе бойынша өңірдегі көлікпен тасымалдау қызметіндегі инспекцияның құзырына кіретін мәселелер бойынша есебі тыңдалып, кәсіпкерлерді мазалап отырған маңызды сұрақтарына жауап берілді. Заңнамаларға ұсыныс өзгерту мәселесі. Кеше ғана өздеріңіз білесіздер ғой, Тоқаев мырза, президентіміз мына Маскүнемді айдағандарға мынандай ұсыныстар беріп, 15 күнге қамап, 3 жылға дейін праволарын решать етіп отыр. Өте дұрыс. Біздің де мысалға, ал мына заңсыз ойынханаларды ұйымдастырса, болады, дело болады. Ал заңсыз тасымалдаумен айналысқанға 5 мрп, 10 мрп штраф салынады да, арғай жүре береді. Сонда қалай болады? Бұл енді адамның өмірі ғой. Заңды бәріміз орындайық. Заңсыз тасымалдау дегеніміз енді сол, сіздер кәсіпкерлерде отырсыздар. Адамның өмірі. Үшінші мәселе бойынша инспекцияның бүгінгі таңда атқарып отырған мемлекеттік қызмет түрлері талданып, оны жетілдіре түсу мақсатындағы тың ойлар ортаға салынды. Қазіргі таңда көршілес елдерге автокөлікпен тасымалдау жайлары көлік комитетінің электронды базасы арқылы реттеліп, ол өз кезегінде сыбайлас жемқорлыққа әкеліп соқтыратын адами фактордың орын алмауына ықпал ететіндігі байқалды. Мәжілісте алдағы уақытта тасымалдаушылар өтінімді 90 сайын беріп отыруы тиістігі айтылды. Бәрі бізде мемлекеттік қызмет көрсетілуі электрон түріне беріледі. Электрон түрінде өтінімдер түседі, электрон түрінде жауап беріледі. Сол бәрі электрон түрінде компьютерде бәрі беріліп тұр. Мысалы, биыл жалпы қызметтердің жалпы түскен өтінімдердің саны 2661 дана құрады. Мақұлдаған өтінім 1965 дана құрады. Орындаудан бас тартылған өтінімдер саны 696 саны болды. Енді жаңа кісілердің көтеріп жатқан мәселесі көбінесе жолаушы тасымалдау бойынша. Жолаушы тасымалдау бойынша деген бланктер беріледі. Ол жаңа паритет деген өлшері бар. Мысалы, Россиян бланксын көтерілді ғой. Екі мемлекет келісім бойынша Россия мысалы бізге 100 машинеге рұқсат берсе, біз оларға 100 машинеге рұқсат береміз. 200 рұқсат берсе, біз оларға 200 береміз. Сол мәселе бойынша шет мемлекеттердің бізге рұқсат беру жаңағы бланклер шектеулі болғаннан кейін сол проблемалар көтеріліп отыр. Басқосуға жиналған сала басшылары мен автокөлікпен тасымалдаушылар жылдар бойы қордаланған өзекті мәселелерді жан-жақты ақылдасып, Түркістан облыс орталығы мәртебесін алуына орай мемлекеттік қызмет түрлерін жаңа талаптарға сай етіп атқару мақсатында іс тәжірибелермен бөлісті. Тасымалдау қауіпсіздігі ең басты мәселе адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау екендігінде зор көңіл бөлінді. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.